өте қатты болса, адамның өміріне үлкен қауіп төндіретін болса, адам баласы бұл ауруды естігеніңізде не қылады ағайындар? Денен түртіге бастайды, дірілдей бастайды. Сол ауру саған кеп қалса не болатындығын білесің? Сенің де өмірің бітуі мүмкін да. Қолдан келгенше не қыласың? Сондай ауру адамдарға жақындамайсың. Әсіресе ол жұқпалы болатын. Егер ана ауру саған жұғатын болса не қыласың? Қолдан келгенше бүкіл дүниеңді беріп болса да сол аурудан құтылғың келеді. Бірақ бұл өмірде құтылу мүмкін. Дәрігерге барасың, ем қабылдайсың, денеңнің несін құтқаруы мүмкін да. Бірақ Алла субхана ва тағала қайтарған нәрселерде адам осындай болу керек. Алла бір нәрсені харам қылды ма? Адам не қылу керек? Оған мүлдем жақындамау керек. Ауру сияқты да. Жақындамау керек оған. Себебі ол сенің тәніңе зияны келмегенмен, ол қайырыңа зиян, сен жаныңа зиян алып келеді.